Солтүстік Қазақстан облысындағы Полтавка ауылы бұрын-соңды мұндай сұмдықты бастан өткермеген еді. Тыныш қана тіршілік кешіп жатқан елді мекен бір түнде қара жамылып, күллі аймақты дүр сілкіндірген қанды оқиғаның ортасына айналды. Бұл жай ғана өрт емес, бұл адам қолымен жасалған қасірет. Бұл ішімдік, қызғаныш пен ашудың ақыры немен аяқталатынының айқын көрінісі. Түн ортасында ауыл шетіндегі қарапайым тұрғын үйден түтін бұрқ етіп, артынан лапылдаған жалын көкке көтерілді. Өрт сөндірушілер жеткенше үйдің ішін өрт толық шарпып үлгерген. Өрт ауыздықталған соң ішке кірген құтқарушыларды жан түршігерлік көрініс қарсы алды. Үй ішінен 58 жастағы үй иесінің, сондай-ақ 44 және 46 жастағы екі ер адамның мәйіттері табылды. Үшеуі де түтінге тұншығып, жалынның ортасында жан тапсырған. Қаза тапқандардың бірі сол күні қонақ болып келген адам, екіншісі үй иесінің күйеу баласы. Ал бұл үйден 35 жастағы әйел ғана тірі шыққан. Ол өрт басталған сәтте сыртқа қашып үлгергенімен, артында қалған адамдарды құтқаруға еш мүмкіндігі болмаған. Алғашында бұл жағдай көпшілікке қайғылы кездейсоқтық сияқты көрінген, алайда тергеу басталған сәттен-ақ өрттің артында қасақана жоспар тұрғаны белгілі болды. Қылмыстық іс бірден 2 немесе одан да көп адамды өлтіру бабы бойынша қозғалды. Бұл бап ең ауыр айыптардың бірі. Көп ұзамай марқұм әйелмен бірге тұрған жергілікті қойшы басты күдікті ретінде ұсталды. Тергеу барысында ашылған жайттар елдің жағасын ұстатты. Сол күні бұл үйде бірнеше адам жиналған. Сырттай қарасаң қарапайым отырыс, бірақ дастархан басындағы ішімдік біртіндеп адамдардың ақылын тұмшалап, жасырын жатқан ішкі өшпенділікті сыртқа шығарған. Сотталушы азаматтық некедегі әйелін қонақтардың бірінен қызғанып, жанжал шығарған. Алкогольдің әсерінен ашу ақылдан үстем тұрып, жағдай бақылаудан шығып кеткен. Куәгерлердің айтуынша дау сөзден басталып, айқайға, ауыр айыптауларға ұласқан, бірақ бұл жанжал сол сәтте аяқталмаған. Керісінше ол қылмыстың бастамасына айналған. Мас күйдегі ер адам үйден шығып кетеді, алайда бұл кету сабасына түсу үшін емес, қылмысқа дайындалу үшін болған. Ол біраз уақыттан кейін қайта оралып, үйдің кіреберіс есігін балтамен тіреп, іште отырған адамдардың сыртқа шығу жолын толық жауып тастайды. Бұл алдын ала ойластырылған саналы әрекет еді. Одан кейін ол есіктің астына ағаш қойып үйге от қояды. Сол сәттен бастап бұл үй тозаққа айналады. Іште қалған адамдардың айқайы, көмек сұраған дауысы қараңғы түнде ешкімге жетпей жалынның ішінде жоқ болып кетеді. Үйден аман шыққан әйел кейін сотта бұл түнді өміріндегі ең қорқынышты сәт деп сипаттады. Оның айтуынша бірнеше минуттың ішінде бәрі күлге айналған. Ал өзі тірі қалғанымен өмір бойы кетпейтін жараны арқалап қалған. Сот процесі ұзаққа созылды. Барлық дәлелдер, сараптамалар, куәгерлердің сөздері бір ғана қорытындыға келтірді. Бұл кездейсоқтық емес, бұл қасақана жасалған жаппай кісі өлтіру. Сот айыпталушыны кінәлі деп танып, 25 жылға бас бостандығынан айырды. Бұл үкім заңның талабы, бірақ бұл жаза жоғалған 3 өмірдің орнын толтыра алмайды. Бұл оқиға қоғамға ауыр сұрақ тастайды. Бір сәттік ашу, ішімдік пен қызғаныш қаншама тағдырды тас-талқан етеді. Полтавка ауылы үшін бұл түн ешқашан ұмытылмайды. Ал бұл қылмыс әр адамға ашуды ақылмен жеңе білмесек, соңы қайғыға апаратынын еске салатын ауыр сабақ болып қалды. Бұл оқиға туралы өз ойыңызды міндетті түрде пікірге жаза кетіңіз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз ағайын. Солтүстік Қазақстан облысындағы Полтавка ауылы бұрын-соңды мұндай сұмдықты бастан өткермеген еді. Тыныш қана тіршілік кешіп жатқан елді мекен бір түнде қара жамылып, күллі аймақты дүр сілкіндірген қанды оқиғаның ортасына айналды. Бұл жай ғана өрт емес, бұл адам қолымен жасалған қасірет. Бұл ішімдік, қызғаныш пен ашудың ақыры немен аяқталатынының айқын көрінісі. Түн ортасында ауыл шетіндегі қарапайым тұрғын үйден түтін бұрқ етіп, артынан лапылдаған жалын көкке көтерілді. Өрт сөндірушілер жеткенше үйдің ішін өрт толық шарпып үлгерген. Өрт ауыздықталған соң ішке кірген құтқарушыларды жан түршігерлік көрініс қарсы алды. Үй ішінен 58 жастағы үй иесінің, сондай-ақ 44 және 46 жастағы екі ер адамның мәйіттері табылды. Үшеуі де түтінге тұншығып, жалынның ортасында жан тапсырған. Қаза тапқандардың бірі сол күні қонақ болып келген адам, екіншісі үй иесінің күйеу баласы. Ал бұл үйден 35 жастағы әйел ғана тірі шыққан. Ол өрт басталған сәтте сыртқа қашып үлгергенімен, артында қалған адамдарды құтқаруға еш мүмкіндігі болмаған. Алғашында бұл жағдай көпшілікке қайғылы кездейсоқтық сияқты көрінген, алайда тергеу басталған сәттен-ақ өрттің артында